Баршаңызға сәлем, есімім Ұлдан Нұргелді қызым. Мен балалар массажистімін. Соған байланысты маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі баланың, қыздың туылғаннан кейін емшегін сығу дұрыс па деген секілді сұрақтар қойылады. Әрине бұл дұрыс емес. Оны көп жерде айтып жатыр. Қазір мен ақпаратпен бөліспес бұрын астындағы подписаться деген қызыл жазуды баса кетіңіздер, каналым дамуына үлес қосыңыздар. Сонымен не үшін үйтіп сық деп айтады? Себебі қыз туылғаннан кейін 10 күннің ішінде қыздың сүт бездері жұмыс істеп бастайды, гормон жұмыс істеп бастайды. Сондықтан сәл ісінеді, ішінен сәл сүт бөлінуі мүмкін. Егер сіз қызды босанған болсаңыз, сіз білесіз. Қыз босанғаннан кейін выделение да келеді, кішкене қан да келеді. Енді ол қыз баланың табиғатына тән нәрселер. Енді выделение келіп, қан келіп атқаннан болашақ анасыз. Ол да сүт бездерін жаңағы жұмыс істеткізіп, мен айтар едім, как проверка ұқсап, организм кейін болашақтың қызға ана болуына, енді әйел адамның затына сай нәрселерді істей ала ма деген сияқты проверка жүреді организмде. Ол содан кейін ісінеді, сәл сүт бөлінеді. Ол енді прям балаға беретін сүт болмағандықтан сәл түсі сарғыштау болады. Соны көп адамдар ірің деп, ойбай, анау ірің денеге таралса бітті деп сығып көреді. Менің ойымша бір енді миф қой бұл. Бір әйел адам көрген да сол енді, өзінше бір ақылды біреу көрген шығар. Ойбай, мынау сүттір не болып кетті екен деп сыққанда сәл нәрсе шыққан. Ойбай, мынау денеге таралса бітті, ірің болады ғой, қолтығың сасиды ғой деп солай. Енді әңгіме таратқан шығады, білесіздер ғой, өсе қалай шығады. Сол ұқсап қалған нәрсе сияқты. Енді қазір барлық зат интернет дамып жатыр, зиянын айтып жатыр. Сіздер бәріңіз қазір білесіздер деп ойлаймын. Ал егер сіздер сықсаңыздар не болатынын білмесеңіздер айта кетейін. Жаңағы сүт безін дұрыс сықпағаннан кейін жаңағы осложнение болады, ол іріңдеп бастайды. Ірің дегеннен кейін температура көтеріледі. Бір кеудесі, мысалы, дұрыс емес сыққан кеудесі, мысалы, қызарып кетуі мүмкін, біреу қызармай тұруы мүмкін. Бірақ вообще сығуға болмайды ғой негізі. Екеуі де қызарып кететін кездер болады. Екеуі де іріңдеп, қатты ірің деген кезде оны кесіп, іріңін тазалауына тура келеді. Сіздерге кішкентайынан операцияға жатқан керек па? Сондықтан жоқ. Енді так, егер осложнениеға кетпейтін болса, жай ғана қызарып, температура беретін болса, антибиотик назначить етеді. Сосын енді мен өзім енелеріммен тұрғаннан кейін сіздерді де түсінем. Өйткені апаларымыз айтады, енелеріміз айтады, ойбай, сық, біздікін сыққан, бәрі нормально деп. Енді Құдайға шүкір, олар кісілерін аман қалғанына. Енді мен енемен тұрғаннан кейін сіздерді түсінем. Ойбай, жоқ деп кейде айта алмайсың, кейде алады да өздері сығып жібереді. Енді ондай енелер бар ғой. Сондықтан алдын ала дайындалып алыңыздар. Осылай роддомда айтып еді, маған гинеколог айтып еді, жаңағы неонатолог айтып еді, яғни педиатр. Вообще сықпаңдар деп. Осылай сығып бір қыз келді қайтадан роддомға деп қорқытып айтсаңыздар. Роддомға қайтадан келді, ана іріңде кетті, байқұсты кесіп операция жасағалы жатыр енді деп ше. Дұрыс сықпағанда дұрыс емес екен. Вообще сықпаңдар деп жатыр. Ол өз сондай сүт безі өзінің жұмысын ретке келтіргеннен қайтадан тартылып қояды екен деп солай айтып түсіндіруге тырысыңыздар, ұрысып қалмаңыздар. Енді ол қиынырақ тақырып, енді ене мен келін бізде білесіздер ғой. Сондықтан жай нетіп, мама сықпай қояйықшы, осындай жағдай болды деген сияқты қылып айтып түсіндіруге тырысыңыздар. Енді менікін, біз үйде 5 қызбыз, ешкімдікін сықпаған. Құдайға шүкір, нормально балаларымызды еміздік, сүтімізде бар, бірақ біреуміз үлкен, біреуміз кіші болғанымен ол табиғатымызға байланысты. Сосын ешкім қолтығы сасымайды. Енді өзім 2 қызым бар, 2 қызымды Құдай сақтасын, сыққан жоқпын. Енем де оған жаңағы сық деп еш нәрсе айтқан жоқ. Қуандым ғой, сол елдерден естіп. Өздеріңіздің балаларыңыздың денсаулығы қымбат па? Енеңізге дұрыстырақ түсіндіруге тырысыңыздар. Сол
бастысы ауырмаңыздар, өздеріңізде қандай болды, осындай жағдайлар кездесті ма, комментарийға жаза кетіңіздер. Айтпақшы, астына инстаграм парақшамды қалдырып кетемін, ол жерде де сұрақ жауап болған, жаңағы жазып жатты, енді осложнениеға барды деп, кейбіреулер ештеңе болған жоқ деп. Құдай сақтасын, рисковать еткеннен организм өзін өзі реттей алады. Ол ешқай жерде жазылмаған, осындай сығыңдар ойбай болмайды деп. Құдай сақтасын. Сондықтан өздеріңіздің ойларыңызды астына жаза кетіңіздер. Білем, көбі негізі ештеңесіз ақ жүрміз ғой дейді. Егер бір нәрсе болып қалса ше, болып қалғандар бар ғой, сіз рисковать етер ме едіңіз? Жоқ, баланың тағдыры ойыншық емес. Сонымен подписация етіңіздер, лайк баса кетіңіздер. Бұйырса тағы да пайдалы ақпараттар шығаруға тырысамын. Сау болыңыздар.